Анажан, шырақты өшірмең. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Келесі сұмдық оқиғамыз көпшіліктің назарында. Шыдай алсаңыз, осы әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Және де видеомыздың астына бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Осындай қызықты оқиғаларды өткізіп жібермеу үшін подписаться таңбасын басуды ұмытпаңыз. Ана, шырақты өшірмең. Күндердің бір күнінде Батыр ұйқысырап, қажеттілігін шығару үшін сыртқа шықты. Қараңғы, әжетхана ұзағырақта. Батыр ерінді ме, әлде қорықты ма? Сол үйдің жамбасында өсетін анжел ағашының астына қажеттілігін шығарып, үйге кіріп, ұйқысын жалғастырды. Түніменен алаңдап ұйықтай алмады. Таң атты. Батыр оқуға жол алды. Күз мезгілі. Әдемі. Дарақтардың жапырақтары әдемі болып жерге төгілген. Сол кезде дарақтар арасынан ұзын бойлы бір кісі оған жаман көзбен тігіліп қарады. Ол кісі ұзын бойлы, ұзын қара пальто киіп алған еді. Батыр таң қалып, оқуға да жетіп келді. Жоралары, қыздар, сабақ та таусылды. Батыр үйіне және сол жолмен қайтады екен, және сол адамды көрді. Ол таң қалды. Үйіне барғаннан соң ол тамақтанып, азырақ теледидар көрді. Кейін дем алу үшін үйіне кіріп кетті. Шырақты өшіруі менен қорқынышты. Жаңағы адам диванның аяқ жағында отыратын еді. Батыр шырақты жақты, адам жоқ. Шырақты өшірді. Тағы да адам пайда болды. Батыр кімсіз деп сұрады, бірақ ол адам жауап бермеді. Батырдың барлық жері қақсап ауырып бастады. Бақырған дауыс естілді. Бұл азаптардан құтылмақшысың ба? Онда менімен жүр, деген дауыс естілді. Батыр бір амалдап шырақты жақты. Барлығы қайтадан жайына түсті. Осылайша таң атты. Және бір күн өтті. Ол қорыққаны үшін көрпеге қатты оралды. Есік тақылдады. Батыр қатты қорқынышқа түсті. Кім? Мен балажаным, анаңмын, деді. Кіріп келді анасы. Ұйықтап жатырсың ба? Енді ұйықтай ғой, деді. Ана, шырақты өшірмең, қорқамын. Анасы, қойшы, үлкен болып қалдың ғой балам, деді. Және дозақ азабы, және сол сөздер. Кеттік, жүр, құтылмақшысың ба? Кейін 3-ші күн болды. Батырдың анасы оған қайырлы түн тілеп, шырақты өшірді. Батыр үндемеді. Ана, мен сізді жақсы көремін, деді Батыр, дұдықтанып. Анасы, мен де сені жақсы көремін, балам. Жақсы демал, деп анасы шығып кетті. Азан, сағат 9:00. Бұл уақытқа дейін баласы ұйықтамайтын еді. Анасы баспалтақтан ақырын шығады екен, жүрегі шу етіп кетті. Батыржан, балам деп, баласының қанасына кірді де тарашадай қатып қалды. Оның көздерінен шуылдап жастар ақты. Балам, Батыр. Ол өз диванында кесілген күйінде жататын еді. Үстінде болса, анжелдің жапырақтары тозып жататын еді.